Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін осындай құдаларға арналған төс белгі жасап үйренеміз. Алдымен шаблонымызды кесіп дайындап аламыз. Менде 5 см диаметрі. Ортасына клей жағып, брошка түйреуішімізді жабыстырамын. Енді жоғарғы жағына 2 қауырсын жабыстырам. Қауырсын ұзын емес, орташа және кішірек келген. Барынша әдемілік үшін үстіңгі жағына кішкентай бантик жабыстырамын. Лентадан жасалған. Ортасына кішкене стразы немесе полубусы. Менде полубусы. Жарты моншақ. Осымен құдаларға арналған төс белгіміз дайын. Бұл қыз ұзатуға арналған тапсырыс болды. Менің телеграм каналымда басқа да шаблондар бар. Тегін жүктеп қолдансаңыздар болады. Телеграм каналыма ссылка осы видеоның описаниясында. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Комментарийлеріңізді, лүпілдеріңізді күтемін.